2006 жылы 26 қаңтарда Санджи және Пандит есімді екі үнді балықшылары балық аулауға теңізге шығады. Теңізге шыққандары сол еді, дүлей жел соғып, адасып қараңғы түнде теңізде қонуға тура келеді. Жел оларды бейтаныс бір аралға қайырға соқтырады. Жағажайға шыға бергендер сол еді, ну орманның арасынан шаштарын қысқа кескен жабайы бір топ адам шығып, оларды қатыгездікпен өлтіреді. Себебі олар солтүстік Сентинель аралына тап болған. 5G интернет, гендік инженерия, халықаралық ғарыш станциясы, Википедия және жасанды интеллект. Технологиялық прогрестің шыңында болсақ та, әлі күнге дейін тас ғасырында өмір сүретін жабайы тайпалар бар. Бәлкім олар бөлек қозысын қондағанын, адамзаттың айға қонғанын және Оскардың кім жеңгенін білмесе де, сізбен бізден бақытты болар бәлкім. Бұл эпизодта көретіндеріңіз, соңғы 60 мың жыл бойы бүкіл әлемнен солтүстік Сентинель аралында изоляцияда өмір сүріп жатқан қатыгез тайпа туралы. Керісінше, барынша бейбіт, мүлдем ұйықтамайтын, күнде тойып тамақ ішпейтін, тілдерінде сын есім, сан есімі жоқ, әлемдегі ең бақытты адамдар тұратын пираха тайпасы туралы. Оларға христиан дінін насихаттауға келген миссионердің атеист болып кетуі жайында. Адамдарға, тауарларға, ұшақтарға табынатын карго гүлді жайында. Қазақ тіліндегі алғашқы научпоп жанрындағы шоуға қош келдіңіздер. Үнді мұхиты Бенгал шығанағында Алматы қаласынан 10 есе кішкентай солтүстік Сентинель аралында жабайы тайпа өмір сүреді. Олар өздерінің оқшау әлемін ерекше қорғайды. Аралдарына аяқ басып кірген адамдарды қатыгездікпен өлтіріп отырады. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, сентинельдіктер өз аралында шамамен соңғы 60 мың жыл бойы қалған әлемнен оқшау өмір сүріп келеді. Бүгінгі сентинельдіктер Африка континентінен көшкен алғашқы Homo sapiens'тің тікелей ұрпағы болар. Айтпақшы, солтүстік Сентинель аралы заң жүзінде, яғни де юре Үндістан үкіметі құзыреттілігінде. Бірақ сентинельдіктер Үндістан дегеннің не екенін білмейтін де шығар. Сентинельдіктер алғашқы адамдар сияқты аңшылық, терімшілікпен күн көреді. Яғни сентинельдіктерде жер өңдеу, егін егу, мал бағу мәдениеті жоқ. Мысалы, адамзат жер пайдасының әртүрлі түптерінде осыдан шамамен 11 мың жыл бұрын аграрлық революцияны басынан кешірген. Яғни тағамды иемденуден өндіруге көшкен. Ал сентинельдіктер адамзаттан оқшау өмір сүргендіктен бұл прогресс оларды айналып өтті. Олардың жалғыз жетістігі отты ашқандығы болар. Бірақ оған да біздің дәлеліміз жоқ. Солтүстік Сентинель аралы тым кішкентай және географиялық орналасуы ешкімді қызықтырмағандықтан бұл аралды ешкім зерттемеді. 1880 жылы Британ империясына тиесілі көршілес Андаман аралдарының администраторы Морис Видаль Портман солтүстік Сентинель аралына алғашқы экспедициясын жасады. Ол сентинельдіктердің тілін түсінетін болар деген ойымен өзімен бірге екі Андаман аралдарының аборигендерін қоса алды. Бірақ бұл ойы іске аспады. Себебі сентинельдіктер 10 мыңдаған жылдар бойы изоляцияда болғандықтан олардың тілдерін андамандықтар түсінбеген болатын. Кейін Морис Видаль Портман мырза нағыз британдық колонизатор ретінде сентинельдіктерді зерттеу мақсатында алтауын тұтқындап, Андаман аралдарының астанасы Порт Блэрге алып, көрмеге экспонат ретінде қояды. Бірақ бірнеше аптадан кейін жұқпалы аурулардан көбісі қайтыс болады. Морис Видаль Портманның кейінде сентинельдіктерге өзінің құдайларын, цивилизациясын алып келуге тырысқан адамдар өте көп болды. Көбісінің жолы болмады. Тірі қалғандары бірең сараң. Сондықтан адамдарды аралдықтарды жұқпалы аурулардан қорғау үшін 1956 жылы Үндістан үкіметі Сентинель аралына 3 мильге жақындауға тыйым салады. Сентинельдіктер соңғы рет бұқаралық ақпараттар құралдарында 2018 жылы талқыланды. Себебі 2018 жылы қараша айында американдық миссионер Джон Аллен Чау солтүстік Сентинель аралына өзінің христиан дінін насихаттау мақсатында сапарға аттанады. Біз бұл оқиғаның егжей-тегжейін анық білеміз. Себебі Джон Аллен Чау өзінің бастан кешкен оқиғасын суға төзімді күнделігіне суға төзімді қаламмен жазып отырған. 2018 жылдың 14 қарашасында Джон екі балықшыны 26 мың рупиге жалдап, водонепроницаемый Библиясын алып түнде сапарға аттанады. Келесі күні Джон аралдың оңтүстік батысындағы жағажайына түсіп, ешкім тұрмайтын үйшікке кіреді. Соңғы жазбасында ол былай дейді: Брайан және Мэрилин, әке, ана,
сіздер мені есінен аузасқан деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мен бұл адамдарға Құдайдың рас сөзін жеткізу тұрарлық іс деп ойлаймын. Егер олар мені өлтірсе, оларға ашуланбауларыңызды сұраймын. Оның орнына Құдайдың түзу жолында өмір сүріңіздер. Шымылдықтан өткен соң көрісерміз. Менің денемді қайтаруға тырыспаңыздар. Бұл бос іс емес. Бұл тайпаның жәннаттағы мәңгілік өмірі менің қолымда. Тайпа адамдарының Библияның 7 сүре 9-10 аяттарындағыдай Құдайға өз тілінде құлшылық жасағандарын асыға күтемін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер бұл өмірде Құдайды бәрінен де барлығынан да қаттырақ жақсы көрсеңіздер деп дұға қыламын. Soli Deo Gloria, Джон Шау, 16 қараша 2018 жыл. Солтүстік Сентинель аралының оңтүстік батысында жазылды делінген. Осылайша 26 жасар американдық миссионер христианин Джон Аллен Чау солтүстік Сентинель аралында мәңгілік панасын тапты. Амазонканың ну орманның арасында пираха тайпасы өмір сүреді. Олар өздерін хиатихли, яғни түзу бастылар деп, ал қалған бүкіл адамдарды олар тетік бастылар деп атайды. Яғни дұрыс адамдар мен дұрыс емес адамдар. Олар ойлауына біраз негізінде себеп баршылық негізінде. Біз пираха тайпасы туралы көп білеміз. Олар жіті зерттелген. Оның себебі сол тайпамен 10 жыл бойы өмір сүріп, тілі мен салтын зерттеген ғалым Дэниел Эвереттің арқасында. 1977 жылы Дэниел әйелмен бірге пираха тайпасына бірінші миссионерлік сапарын аттанады. Сапары барысында пираха тілі мен мәдениеті оны қатты қызықтырып, ол лингвист маманы болуды ұйғарды. Ол өзінің шытырман оқиғаларын ұйықтама жаныңда жыландар атты кітабында жазады. Айтпақшы, оқып көрдіңіздер, өте қызық. Елестетіңіздер, әйел бала шағасымен Амазонканың ну орманның арасында масалар, улы жыландар, жыртқыш аңдар, адам өлтіре алатын аралар, солдат құмырсқалар, тропикалық аурулар тарататын жәндіктер, браконьерлер арасындағы шытырман оқиғасы жайында. Пираха сізбен біз сияқты ұйықтамайды. Ұзақ және терең ұйқы кезінде адам өліп оянғанда оның орнына басқа адамдар өмір сүреді деп ойлайды олар. Бірақ сіз адам баласына ұйықтамау физиологиялық түрде мүмкін емес деп ойласаңыздар, қателеспедіңіздер. Олар 8-9 сағаттық түнгі ұйқының орнына ағашқа сүйеніп 1-2 минут мызғып алады. Дэниел отбасымен түнде беймарал 8-9 сағат ұйқыға кеткен кезде пираха тайпасы адамдары оған таңырқап түсінбей қарап жататын. Пираха табақты алғашқы адамдар сияқты аңшылық теремшілікпен табады. Аңшылыққа тек қажет жағдайда барады. Олар тағамды сақтамайды, жей алатынын ғана аулайды. Пираха тайпасы жалпы күнде тамақ жей бермейді. Күнде тамақ жеу зиян деп есептейтін. Және Дэниел отбасымен дастархан барысына отырып 3-4 рет тойып тамақ ішіп көріп жатқанын таңғалып жататын. Жалпы пираха тілі байқағандарыңыздай әлемдегі ең ерекше тіл. Мысалы, ағылшын тілінде 520 мың, қазақ тілінде 320 мың, орыс тілінде 200 мың, тіпті Людвиг Лазар Заменгоф ойлап тапқан эсперанто тілінде 16.780 сөз бар. Ал енді пираха тілінде шамамен 300 сөз бар. Лингвист ғалымдарының пайымдауынша, пираха тілі адамзаттың ең алғашқы тілдерінің қандай болғандығын көрсетеді. Олма, шақтарға, тауарларға, тіпті тірі адамдарға табынатын жабайы тайпалар бар. Тарих пен социологияда бұл құбылысты карго культі деп атайды. Жалпы карго деген ағылшын тілінен тауар деген мағынаны білдіреді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш пен Жапон империясының арасындағы қақтығыс Тынық мұхитында өтті. Американдықтар Тынық мұхитының көптеген аралдарында өздерінің әскери базаларын салды. Сол аралдарда тұратын тайпаларға солдаттардан қалған немесе шатасып басқа аралға жеткізілген кейбір тауарлар мен азықтар бұйырып отырды. Сол аралда тұратын тайпалар бұл тауарларды солдаттарға олардың құдайы табынғандықтан сыйлады деп ұйғарып, солдаттарының қимылын қайталасақ, бізге де олардың құдайлары дәл сондай сыйлық береді деп ойлап, осы культтар пайда болды. Бір қарағанда күлкім келеді. Бірақ бұл культтар
адамзаттың үмітке деген қажеттілігін және де діндердің қалай пайда болатындығын, сосын өзі түсінігі жетпеген нәрсеге әрдайым жауап іздеу қажеттілігін көрсетеді. Мысалы, ежелгі гректер найзағайдың туындауын Зевстің қаһары деп түсіндіргендей. Егер 11 000 жыл бұрын аграрлық революция болмағанда біздің өміріміз қандай болар еді? Күнде жұмысқа таңертең автобуспен қысылып барудың орнына аң аулап, өсімдік теріп жүрсек, біз бақыттырақ болар ма едік? Бұл өте қызық және терең сұрақ. Аграрлық революция адамзат тарихындағы ең маңызды өзгеріс. Адамзат тарихы осы нүктеден бастау алады десем артық айтпаспын. Мысалы, бұрын бір топта өмір сүретін адамдардың барлығы азық табуға қатысса, енді аз адам көп адамды тамақтандыра алды. Соның есебінен жаңа профессиялар пайда болды. Қолөнершілер, профессионалды әскери адамдар, сол азықты сақтап жазып отыратын шенеуніктер. Соның арқасында қалалар, мемлекеттер, цивилизациялар, ғылым, білім, медицина барлығы осы революциядан пайда болды. Жалпы осы тақырып қызық болса, онда Джаред Даймондтың «Ружья, микробы и сталь» кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл кітапта микроорганизмдердің, вирус пен бактериялардың адамзат тарихына деген ықпалы туралы жазады. Және де Юваль Ной Хараридің «Сапиенс. Краткая история человечества» кітабын оқуға ұсынамын. Ал егер кітап оқуға уақытыңыз жетпесе немесе ерінсеңіз, онда «Человечество. История всех нас» документальды сериалын көруіңізге болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қазақ тіліндегі алғашқы научпоп жанрындағы шоуға қолдауларыңыз көрсетіп, лайк басып және достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар, және де қазақша контент жазасын.